Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай қып-қызыл болып піскен картошка дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған контентімді көретін боласыздар. Картошканы аламыз да, осындай майда картошкаларды алып, сыртын жуып, тазалап, одан кейін суық суда осылай жақсылап қайнатып аламыз. Шамаменен 15 минуттай қайнатамыз. Одан кейін судан сүзіп алып, картошкамыздың қабығын аршимыз. Аршып болғаннан кейін табаға майымызды көбірек қылып құйып, осы аршылған картошкалардың бәрін майға салып қуырамыз. Мінекей осылай қуырамыз. Біраз қуырылғаннан кейін кішкене астыны жай қойып, жай отта осылай жақсылап қуырып шығамыз. Кішкене тұзын себелеп қоямыз үстіне, дәмін кіргізу үшін картошканың. Астыңғы жағы күйіп кетуі мүмкін, сондықтан да картошкалардың астын үстіне қаратып аударып отырамыз. Сонда картошкаларымыздың барлық жері осындай қып-қызыл болып пісетін болады. Картошкаларды кішкене астын үстіне ауыстырып отыру қажет. Мінекей біздің картошкамыз да дайын болды. Енді бетіне ас көгімізді себелеп дастарханға алып бара берсек болады. Осындай керемет болып шығады. Егер де сіздерге менің бүгінгі жасаған осы қып-қызыл картошкам ұнаған болса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Кез келген дастарханның сәні, әрі өте дәмді, жеген кезде сыртқы қабығы қытырлап тұрады, өте дәмді. Мінекей көріп тұрсыздар өздеріңіз, вилкаменен ортасын бөлген кезде мына сыртқы қабығы, қабыршығы қытырлақ күшті болып піскені көрініп тұр. Ортасының бәрі жұмсақ, әдем болып пісті. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болып тұрыңыздар. Келесі видеомда кездескенше.